Қалайсыздар жігіттер, қыздар? Бүгінге жалпы обзор дайын. Биткоин бағасы қазір 84.800. Мен әлі позициямды ұстап отырмын. Мына жерде соңғы рет берген бойынша 76.500 менде цена входа болды. Қазір енді неше сат ұрды деп тұр. Яғни осыдан 3-4 күн бұрын осы баға болған, әлі де сол баға тұр. Бірақ енді бізде дәлше план қандай деген вопрос туындайды. Мен енді планды менде мынандай деп отырмын. Мына 90 мың, біз енді 87 мыңға дейін мына жерде барады деп жабам деп ойлағам. Но енді мен 87 емес 90 деп тұрмын. План. Менде былай деп тұр. 90-нан қайттан обратно төмен қарай 64-ке дейін былай құлайды деп ше. Егер де дәл осылай болатын болса, онда бүкіл рынокты өзімен бірге алып кетеді. Қандай жағдайда біз дәлше 100 мың, 150 мыңға барады деп айта аламыз. Бізде мынаны егер қиса, бізде мынаны қиып, жоғарда мына 90 мыңның үстінде накопление жиналса, сол кезде барып біз жоғары қарай дәлше өседі деп айта аламыз. Ал оған дейін пока максималды өсетін жер осы 90 мың. Бірінші 87, скоро 87-ге де барады, но одан кейін барып 90 мың. Енді мысалға мен де қазір басқа да адамдар айтуы мүмкін, қай жерден мысалға сатып алсам болады, онда рыночный кірсем бола ма, не деген сияқты. Рыночный кіруге кеш болып кетті. Мен айтар едім, если мысалға кірем не деп атсаңыздар, мына 82.288 осы жерлерді күтіп кірсе болады. Стопты мына жерлерге қойып 90 мыңға дейін take profit қойып, сол кезде 3-ке 1, яғни риск менеджмент бойынша бізде 3-ке 1 болу керек қой. Соған байланысты сатып алса болады. Пока рыночный кіруге екі ортада тұр болады. Ал менің ситуациямда, мысалы мен 76 мың жақтардан кірдім, мына жақтардан, ол кезде уже мен уже безубытокта отырмын, яғни төмен қарай құлап кеткен жағдайда мен безубыточно шығамын. Сондай. Биткоин бойынша жалпы ойым сондай. Негізі 65 мыңға дейін құлауға ықтималдықтар жоғары. Но данный время бізде цель осындай. Одан кейін бізде S&P 500. Яғни екеуі де бірдей қимылдайды. S&P 500 мен күтемін на 4500 жақтарда. Ал ол жаққа бармай қалай өсу мүмкін дегенде, бізде мына жерлерде уровень бар. Егер де осы уровеньді жоғарысында қимылдайтын болса, сол кезде бізде жоғары қарай бізде не ашылады? Канал ашылады жоғары қарай өсім. Мына 6700 деген сияқты. Егер де мына жақтан, мынаны өшіре салайын. Егер де ол мына уровеньнен былай қимылдайтын болса, онда төмен қарай құлайды бізде. Екі бізде ожиданияны күтуімізге болады. Яғни жоғарысында қимылдаса, или жоғарысын ложный правой болып, төменге қарай подтверждение алып, осылайынан и төмен қарай қимылдаса, бізде уже 4500-ге дейін цель ашылатын болады. Дальше қимылдау, жоғары қарай құлау. Сондай. Менде более мына екінші айтып тұрған жағымды жоспарлайын ба деп отырмын, өйткені осы жақтан бастап құлау, более вероятно сол ғана болып тұр менде пока план. Барлығымызда да өскен жақсы, бірақ енді анализбен жүру керек. Одан кейін эфирум монетасы. Эфирум монетасы бізде, мен өзім лонг ашқан жоқпын эфирумға, бірақ цель бізде эфирум өсуге целі, мына 1720, 1958, 1958 крайний. Бізде 1958 осы жерге дейін. Но ең бірінші цель мына 1720. Енді мен долгосрокке, если эфирумды мен лонг алатын болсам, долгосрокке, мен уже 1210-ды мен күтетін болам. Мысалы 2000-ға дейін ұстайым деген сияқты. Осы долгосроктерге осы планым бар менің, осы 1200-ге дейін алу. Но пока рыночныйға кіріп долгосрочный ұстайым деген, пока менде ондай вариант жоқ. Ондай вариантты қалыптастырмаймын. Енді вопрос туындау мүмкін, мысалға алдыңғы апта өсті ғой рынок, мысалға S&P 500 құлап бар, мысалға сол аптадан бастап есептесек өсті. Мысалға эфирумды қарасақ, мысалы неше процент өскен, мысалы минималдыдан есептесек, 19%. Одан кейін биткоин бізде 15%-дай, S&P 500 бізде қанша? Минимумнан есептейтін болсақ, 13%-дан өсті да. Енді біздегі негізгі план жалпы долгосроктерге сатып алу үшін бізге белгілеп қойдық. Бірақ енді келесі апталар жалпы оңай болмайды.
сол не үшін өсіп жатыр деген вопрос бізде DXY-дың құлауы. Яғни DXY дегеніміз не? DXY бізде индекс доллары. Яғни индекс доллардың құлауы бізге биткоин мен S&P 500-тардың өсіміне алып келеді. Яғни биткоиндардың өсімі қалған альткоиндарды өзімен бірге тартады. Енді мендегі план DXY осы мына 95-ке дейін құлау, әлі де 3%-дай құлау. Бұлардың 3% құлауы биткоиндарға примерно 5%-дай өсім алып келеді. Ол мына жақтан кейін құлағаннан кейін, егер де былай құлайтын болса, оның жоғары қарай өсімі қатты болады. Накопление жинап ше. Ал ол кезде ондай болмайтын болса, накопление жинамайтын болса 95-те, онда біз ол кезде мына жаққа дейін құлауды күтетін боламыз. 91-ге дейін. Ол кезде бұлар если мына жаққа дейін құлайтын болса, биткоиндар ол кезде қатты өсім береді. Потом одан кейін менде жалпы телеграм канал бар. Бұл жақта да мен информация берем, өзімнің сигналдарымды берем. Енді менің сигналымды үтірнүктелі қайталап отыр деп айтпаймын. Егер де риск менеджмент білсеңіз, торговля жасап жүрсеңіз, қайталасаңыз болады. Егер новенький болып есесеңіз, особо керек жоқ. Одан кейін мен айтарым мына OM монетасы жайлы. Мысалы 4400%-дай пайда берді. Мен бірақ OM-нің графигін аша салайық. OM USD. Бірақ мен публично OM монетасы жайлы өзім неге берген жоқпын. Жалпы қалай деп айтсам екен. Өзім жалпы каналға басқа да Reels деген сияқты әлеуметтік желілерге берген жоқпын, өзім торговать етемін. Бірақ оқушылармен, студенттермен бөлісіп отырамын. Яғни мен мынандай позиция ашып жатырмын, не деген сияқты сондай. OM монетасы жалпы анализ бойынша да, фундаментал бойынша, техникалық анализ бойынша жалпы шартовый болған. Сөзсіз сондай болған. Сондай бойынша біздер ашамыз. Ешқандай да біздерде андай аша салып, ол біздің неміз бойынша құлай салып, онда ешқандай вариант жоқ бізде. Бізде тек анализ бойынша жұмыс жасаймыз. Сондай. Біздерге бұлардың мысалы қанша пайыз құлады мысалға. Так. 91% атқая есептейтін болсақ, так. 96%. Мен кірген жерде 90%-дай құлап тұр ғой енді. Сондай. Особо ешқандай тек қана анализбен и риск менеджментпен қана жұмыс жасаймыз. Біздің ешқандай суперспособность не ондай нәрселер жоқ, тек қана анализбен жұмыс жасаймыз. Ондай особо таң қалатын еш нәрсе емес бұлар. Просто бұл құлау керек болды. Мен енді ойладым, бұл бір күннің ішінде былай құлап кетеді деп ойлаған жоқпын мына жаққа дейін. Мен ойлаған мысалға мына жерге дейін құлау керек болған, 4-ке дейін. Бірақ одан да төмен құлап кетті. Менің бір плюсім, take profit қоймағанда, мына жаққа дейін пайданы алдым. Негізі take profit мына жерде болған менде. Негізі жаймен құлайтын шығар деп ойлаған, былайнан, былай құлап, бүйтіп, сосын барып былайнан деген сияқты. Бірден құлай салды. Егер де ол анализ бойынша құлау керек па, кешіріңіздер, ол төмен қарай по-любому құлайды. Ол ешқандай да жаңағыдай несі жоқ, өсе беретіндей нәрсесі жоқ. Құлау керек па, құлайды деген сияқты сондай. Енді потом мен қайтадан биткоинға оралайық. Биткоин бойынша план осындай. Ешқандай да анализ жалпы менде осындай. Жалпы телеграмға подписын жасап қойыңыздар, YouTube арнаға да подписын жасап қойыңыздар. Барлық информацияны, сигналдарды осы жақта беретін болам. Дальше де оқып үйренем десеңіздер, есік ашық.